6 сабақ, 1 тапсырма. Сақ, скиф тайпа бірлестіктері бір кездерде бүкіл Еуразияны жайлап, содан бірнеше ғасыр бойына өз үстемдігін орнатқан. Олардың негізгі шыққан жері қазіргі Каспий теңізі мен Алтай тауының аралығындағы ұлан байтақ қазақ даласы. Сақ скифтер біздің түп ата бабамыз. Олар туындатқан күн шуақты алтын, аң бейнелі стилдегі өнер дүние жүзі өркениетінің ұлы ескерткіштерінің қатарынан табылады. Олардың өнерінің ықпалы ежелгі Қытай, грек, Рим мәдениетіне әсер еткен. Өнер тарихы кітабынан. Қазақ бейнелеу өнері. Қазақ бейнелеу өнері өзінің бастауын көне тас, қола, темір дәуірлеріндегі жартас суреттерінен, одан қалды сақ скиф, ғұндар және түрік қағанаты заманынан алады. Ал нағыз кескіндемелік профессионалдық бейнелеу өнері 19 ғасырдағы ұлы бабамыз ғалым Шоқан Уәлихановтан басталады. Одан бері бейнелеу өнерінің негізін қалаған классик суретшілеріміз Әбілхан Қастеев, Николай Худов, Орал Таңсықбаевтарды атауға болады. Бұлардан кейінгі суретшілер қазақ өнерін әлем танитындай биікке көтерді. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырда қазақ бейнелеу өнері өзінің жаңа қырынан көрінді.